Роберт Левандовски Ла Лигадан Италияның сериясына ауысуы мүмкін. Унай Эмери Манчестер Юнайтедтің жаңа бапкері атанбақ. Ливерпуль Мадридтік Реалдың 1-2 жұлдызын сатып алуға ниетті. Манчестер Юнайтедте үлкен сатылым басталды. Кімдер командадан кетуі мүмкін? Осы және өзге де жаңалықтар бүгінгі шығарылымда. Қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге аңыз доп арнасы, лайк басып қоңыраушаны қосып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Дайын болсаңыздар, бастайық. Арсенал Хулиан Альварес үшін күреске қосылды. Бұл туралы El Nacional хабарлайды. Жалпы, аргентиналық футболшының Тоттенхемге қарсы ойыннан кейін айтқан сөзі үлкен шу тудырды. Хулиан Атлетико Мадридте қалатынын, не қалмайтынын нақты білмейтінін айтқан еді. Осыдан кейін оның болашағы туралы түрлі әңгімелер мен қауесеттер көбейді. Көптеген клубтар Альваресті өз бақылауына алған. Солардың бірі Арсенал. Дереккөзге сенсек, канонерлер шабуылшы үшін 100 миллион еуро төлеуге дайын. Бұл оның нарықтық бағасына сай келеді. Сонымен қатар, Арсеналда Виктор Гьокеришке жасалған ставка қателік болғанын да мойындады. Ол клуб күткендей деңгейде ойнай алмады. Басқаша айтқанда, швед футболшысы өзіне артылған үмітті ақтамады. Осындай жағдайда Альварес жақсы балама ретінде қарастырылып отыр. Айта кетейік, Микель Артета командасына ауысқалы бері Гьокериштің трансферлік бағасы 10 миллион еуроға төмендеген. Дегенмен оны толық сәтсіздікке ұшырады деуде дұрыс емес. Мүмкін ол әлі де командаға және ағылшын премьер лигасына бейімделіп жатқан болар. Спортингтегі нәтижелі ойынын ескерсек, оның Арсеналдағы ойыннан үлкен үміт күтілген еді. Әзірге бұл үміт толық ақталған жоқ, бірақ оны есептен шығару әлі ерте. Оның үстіне Арсенал оны тиімді бағаға сатып алды. Сондықтан клуб қажет болса, оны басқа командаға сатып, жұмсалған қаражатты қайтара алады. Қысқасы, асығыс шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Әлі уақыт бар, кем дегенде келесі маусымға дейін. Ал Альвареске келсек, ол Арсенал үшін өте жақсы таңдау болар еді. Оның премьер лигада ойнау тәжірибесі бар, әрі ол тәжірибесі сәтті өткен. Сондықтан бұл трансфер логикаға сай келеді. Ал Атлетико Мадрид болса, Альварестің болашағына қатысты ресми мәлімдеме жасады. Сонымен қатар, оның Барселонаға ауысуы мүмкін деген ақпараттарға да пікір білдірді. Хулиан бізбен қалады, оның келісім шарты бар, ешқандай мәселе жоқ. Адамдар жайдан жай әңгіме ойлап табады. Альварес Атлетикода бақытты екенін айтты. Біз оның ойынына өте ризамыз, және ол бұл клубта әлі көп жыл ойнайды деп сенеміз, деді клубтың спорт директоры. Алайда, аргентиналықтың сөзінен нақты бақытты екенін анық байқау қиын. Өйткені ол өзі жаңа маусымда Атлетикода қалатынын нақты білмейтінін айтқан. Иә, кейін ол клубта өзін жақсы сезінетінін де қосты, бірақ бұл барлық қауесетті жоққа шығармайды. Бұл әңгімелер жайдан жай шыққан жоқ. Мысалы, Барселона президенті Жоан Лапорта Альварестің өз командасына қосылғысы келетінін дәлелдеу керекенін ашық айтты. Тағы бір маңызды жайт, Альварес өзі бұл жағдайға нақты пікір білдірмеді. Қаласа, мені дұрыс түсінбедіңдер, мен Атлетикоға адалмын деп айтуына болар еді. Бірақ ол үнсіз қалуды жөн көрді, сондай-ақ оның өкілдерінің бұрын айтқан сөзі де есте. Альварестің Атлетико Мадридке ауысуы қателік болды. Кейбіреулер Симеонені жұлдыз футболшымен қалай жұмыс істеуді білмейді деп те сынайды, өйткені ол мұндай деңгейдегі ойыншылармен жиі жұмыс істемеген. Демек, бұл жағдайға өзіміз кінәліміз. Оны сол жаққа жіберу қате шешім болды. Симеоне баптайтын командаға ауысуы дұрыс таңдау емес еді. Бұл аргентиналық ойыншының өкілдері айтқан мәлімдемеден алынған шағын үзінді. Жалпы алғанда, Альварестің Атлетико Мадридтен кету ықтималдығы қалу мүмкіндігінен әлдеқайда жоғары. Ал оның мансабын қай клубта жалғастыратыны Барселонада ма, әлде Арсеналда ма? Бұл енді мүлде бөлек әңгіме. Жақын арада оған басқа да алпауыт клубтар қызығушылық танытады дегенге. Бұл бір танымал фильмдегі сөз сияқты, қыс жақындап келеді. Бірақ бізде қазір қыс сөзін жазға ауыстырамыз, жаз жақындап келеді.
Ал белгілі болғандай, дәл жаз мезгілінде трансферлік терезе ашылады, әрі ол 3 ай бойы жалғасады. Сол кезде Атлетико Мадридке қатысты ең әрі күрделі оқиғалар басталады. Есп мәліметінше Ливерпуль Пикермен келісім-шартты ұзарту опциясын іске қосты. Енді бразилиялық қақпашы клубпен 2028 жылға дейін келісім-шартқа отырды. Қарасаң, бұл шешім түсінікті сияқты. Жалпы алғанда бәрі жақсы көрінеді. Бірақ бұл жағдай негізгі құрамдағы қақпашы болуды күтіп жүрген Мамардашвили үшін жағымсыз жаңалық. Енді оған өз мүмкіндігін алу үшін тағы да күтуге тура келетін сияқты. Егер Ливерпуль Пикерге сенбегенде және Георгийге үміт артқанда, неге олар бразилиялықпен келісім-шартты ұзартты? Ондай жағдайда олар Манчестер Сити сияқты әрекет етіп, Эдерсонды басқа клубқа жіберер еді. Бірақ Ливерпуль Пикермен келісімді ұзартуды таңдады. Демек, олар әлі де негізгі қақпашы ретінде соған сенім артып отыр. Бұл, әрине, Мамардашвили үшін тиімсіз. Бұған дейін бақта Георгийдің клубтан кету мүмкіндігін қарастырып жатқаны туралы жазылған еді. Ол кезде жалға кету нұсқасы айтылған. Дегенмен бұл жағдайға көбіне Мамардашвилидің өзі кінәлі деуге болады. Ливерпульдің неге қымбат қосалқы қақпашы алғаны бар. Бірақ оның қазір қосалқы құрамда отырып, өз мүмкіндігін күтіп жүргеніне өзі жауапты. Ол Ливерпульге келісім берген кезде мені күтті, бастапқыда бәріне түсінікті болды. Алисон командада бар кезде ол екінші болады. Яғни қайда бара жатқанын және оны не күтіп тұрғанын білген айтпақшы, оны апылдағы басқа клубқа жалға беру жақсы шешім болуы мүмкін. Кем дегенде бір маусымға. Ал әрі қарай жағдайға қарай шешім қабылдауға болады. Сонымен қатар, Ливерпуль тек қақпашы мәселесін ғана емес, басқа да маңызды трансферлерді қарастырып жатыр. Бақ мәліметінше, клуб Мадридтік Реалдан бірден 2 ойыншыны алуды жоспарлап отыр. Алғашқысы Эдуардо Камавинга. Реал жартылай қорғаушымен 50 миллион еуроға қоштасуға дайын екені айтылуда. Айта кету керек, француз ойыншысы соңғы уақытта трансферлік бағасын айтарлықтай жоғалтты. Бұрын 100 миллион еуро болса, қазір 50 миллионға дейін төмендеген. Бағаның бұлай төмендеуіне Камавинганың жарақаттары және командадағы рөлінің анық болмауы әсер етті. Ол тұрақты түрде ойын тәжірибесін ала алмай жүр. Бұл да оның деңгейіне кері әсерін тигізуде. Дегенмен, Ливерпуль үшін бұл трансфер тиімді болуы мүмкін. Камавинга әлі де орталық алаңда жоғары деңгейде ойнай алатын футболшы. Егер жарақаттар мазаламаса және дұрыс бапкерлік тәсіл қолданылса, бұл трансфер әрі клуб үшін, әрі ойыншының өзі үшін сәтті болуы әбден мүмкін. Ливерпульге ауысуы мүмкін екінші футболшы. Бұл қаншалықты таңқаларлық естілсе де, Дин Фойсен. Мерсисайдтықтар ол үшін 70 миллион еуро төлеуге дайын. Дерекөз мәліметінше, Реал тиімді ұсыныс түссе, ойыншымен қоштасуға қарсы емес. Еске сала кетейік, Хейсен Мадрид клубына өткен жазда ғана қосылған. Соған қарамастан, клуб президенті Флорентино Переспен басшылық бұл мүмкіндікті қарастыруға дайын дегенмен. Хейсеннің жағдайы Камавингаға қарағанда күрделірек. Француз ойыншымен қоштасу керек деген пікір басым болса, денге келгенде бәрі анық емес. Ол болашағы зор, талантты әрі испандық футболшы. Сондықтан бұл жерде нақты шешім қабылдау оңай емес. Қалай болғанда да уақыт көрсетеді. Ал енді келесі жаңалықтарға көшейік. Әлі талай қызық бар, арнамыздан кетпеңіздер. Джейми Каррагер күтпеген мәлімдеме жасады. Қазір ол теледидарда сарапшы болып жұмыс істейді. Англиялық маманның айтуынша, Манчестер Юнайтедтің жаңа бас бапкері Унай Эмери болуы тиіс. Өздеріңіз білетіндей, ол қазір Астон Вилланы жаттықтырып жүр. Каррагердің пікірінше, Эмери ол Траффордқа жақын арада басты үміткер ретінде баруы мүмкін. Алайда, The Telegraph басылымының жазуынша, Эмери көбіне элитаға қарсы күресетін клубтарда жақсы нәтиже көрсететін, ал өзін топ клуб санайтын командаларда үмітті ақтай бермейтін маман ретінде сипатталады. Бұл Каррагердің жеке пікірі ме, әлде нақты ақпаратқа сүйенген инсайт па, оны нақты айту қиын. Бірақ Эмери Манчестер Юнайтед үшін жаман нұсқа емес екені анық. Көпшілік оны орта деңгейден сәл жоғары командаларға лайық бапкер деп санайды. Шынын айтсақ, қазіргі Манчестер Юнайтедтің ойыны да дәл сондай деңгейде.
Әрине, амбициясы мүлде бөлек. Клубтың басты мақсаты Еуропа футболының шыңына қайта оралу, сондықтан Эмери үшін бұл өзін дәлелдеуге тамаша мүмкіндік. Ол топ клубтарда жұмыс істей алмайды деген пікірді жоққа шығара алар еді. Егер Майкл Карри командада қалмаса, Эмери жақсы таңдау болуы мүмкін. Эмеридің тәжірибесі мол. Ол команда құра білетін бапкер, ал қазіргі Манчестер Юнайтедке дәл сондай маман қажет. Командада Реалдағы Винисиус сияқты аса ірі жұлдыздар жоқ, сондықтан ойыншылармен тіл табысуда жеңілірек болуы мүмкін. Сонымен қатар, оның беделі де жеткілікті. Ол түрлі клубтарда жұмыс істеп, көптеген жетістіктерге жеткен тәжірибелі маман. Қысқасы, Манчестер Юнайтед үшін жаман нұсқа емес. Біздің ойымызша, Эмеридің өзі де бұл ұсынысқа қызығушылық танытуы мүмкін. Дегенмен Каррик нұсқасы бәрібір басымдықта болуы тиіс. Клуб алдымен соны қарастыруы керек. Егер ол жүзеге аспаса, Эмериді шақыруға болады. Испаниялық маманның Астон Виллада тағы бір маусым өткізгісі келетіні екіталай. Оған ол жерде жаман емес, бірақ жаңа сынақтарға ашық екені анық. Мұны Бирмингем клубы да жақсы түсінеді. Сонымен қатар, тек бапкер емес, Манчестер Юнайтедтің құрамы да айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Бақ мәліметінше, клуб бірқатар ойыншыларды трансферге қойған. Солардың қатарында қазіргі таңда Түркияда жалға ойнап жүрген Андре Онана да бар. Ол жалға берілген жерден қайтып келген соң бірден сатылады. Манчестер Юнайтед оған енді мүмкіндік беруді жоспарлап отырған жоқ. Бұл командадағы оның тарихы аяқталды деуге болады. Сондай-ақ трансферге Мейсон Маунт та қойылды. Оның бағасы өте жылдам төмендеп барады. Клубта оны қалдыру ойда жоқ. Джошуа Зиркзи де командасынан кетеді. Бұл жерде бәрі түсінікті, артық сөздің қажеті жоқ. Мануэль Угарте де жаңа клуб табуы тиіс. Ол Эрик тен Хагтың қалауы бойынша қымбатқа алынған ойыншылардың бірі, бірақ күткендей нәтиже бере алмады. Уругвайлықтың да трансферлік бағасы 2 есеге жуық төмендеді. Сондықтан Манчестер Юнайтед оған жұмсалған қаржының бір бөлігін қайтару үшін онымен қоштасуды жөн көріп отыр. Қысқасы, жағдай осындай. Жазда қызыл сойқандарды тағы бір үлкен өзгеріс күтіп тұрғаны анық. Клуб қайтадан ірі қаржы жұмсап, жаңа ойыншылар сатып алуы әбден мүмкін. Ал сіздер ештеңені жіберіп алмау үшін дәл қазір арнаға жазылып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сонда футбол әлеміндегі барлық жаңалықтан хабардар болып отырасыздар. Ал біз келесі жаңалықтарға көшейік. Ювентус жанкүйерлері үшін де жаңалық бар, тіпті жақсы жаңалық деуге болады. Клуб басшылығы бас бапкер қызметінде Лучано Спаллеттиді қалдыру туралы нақты шешім қабылдады. Инсайдер Николас Кира оның жаңа келісім шартының кейбір шарттарында жариялады. Шарт бірнеше маусымға ұзартылып, әр маусым үшін ол шамамен 6 миллион еуро жалақы алады. Жалпы бұл шешімге қатысты сұрақ көп емес. Әңгіме жалақыда емес, неге Ювентус дәл осындай таңдау жасады дегенде. Мүмкін, одан да қызықты нұсқалар болған шығар, бірақ нақты әрі қолжетімді кандидаттардың ішінде Спалетти өте жақсы таңдау. Жазда команда жаңарып, жаңа ойыншылармен толығады. Сондықтан келесі маусымда нәтижелер де жақсара түсуі тиіс. Қазірдің өзінде белгілі бір оң өзгерістер байқалып жатыр, ал енді ең қызығы Ювентусқа Роберт Левандовски қосылуы мүмкін. Поляк шабуылшысының Барселонамен келісім шарты осы жазда аяқталады. Демек, ол туриндік клубқа еркін агент ретінде ауыса алады. Италия чемпионаты өте бәсекелі лига. Мұнда күрес жоғары деңгейде өтеді, және әр маусымда бір ғана команда жеңіске жете бермейді. Чемпиондар лигасының финалдарында да біз Ювентус пен Интерді көрдік. Сондықтан италиялық футбол дағдарыста деп айту қиын. Левандовскийдің өзі бұл туралы былай деді: қазіргі таңда болашағым туралы нақты ештеңе айта алмаймын. Менің басты мақсатым маусымды мүмкіндігінше көп жеңіспен, голмен және титулмен аяқтау. Әзірге соңғы шешім қабылдаған жоқпын. Бұл мен үшін бірінші орында тұрған мәселе емес деген қалауы Барселона. Бірақ клубтың өз жоспарлары басқа сияқты, сондықтан бұл оңай болмайтын секілді. Ал Ювентусқа ауысу өте жақсы нұсқа. Сонымен қатар, бақта Душан Влахович туралы да ақпараттар шығып жатыр.
Оның да келісім шарты аяқталуға жақын, және ол жазда Барселонаға ауысуы мүмкін. Тіпті оны Левандовскийдің орнына қарастырып отыр, яғни белгілі бір мағынада айырбас. Поляк сербке. Бұл екі клуб ішінде тиімді шешім болуы мүмкін дегенмен, біздің ойымызша Левандовскийдің Ювентусқа ауысуы әлдеқайда сенімді нұсқа. Ал Влаховичтің Барселонада толық ашылатынына сенім аздау. Әрине, бұл тек болжам, қателесуіміз де мүмкін, айтпақшы, сіздер қалай ойлайсыздар? Влахович Барселонада өзін толық көрсете ала ма? Пікірлеріңізді жазыңыздар, бірге талқылайық. Бүгінге осы. Ертең кездескенше. Баршаңызға сәттілік.